мына жерде Google Form, сосын новая форма басамыз. Сосын мына жерде новая формаға уже бастырамыз. Пустая форма. Сосын мына жерге жазамыз новая форма, сосын вопрос, сұрақ. Сұрақты мысалы без заголовка или сосын мына жерге сұраққа жазамыз варианттарын, мысалы репродуктивті жүйе десек, иә. Репродуктивті жүйе. Сосын мына жерге варианттарды жазуға болады деген секілді ғой. Орталық, мысалы орталық жеке жүйесі. Одан кейін вариант. Там А вариант мысалға мы жерге жазуға болады. Жеке тиімдері деген секілді. Тиімдері там тағы жерге жазайын. Одан кейін мына жерге таңдаймыз. Один из списка дейміз. Один из списка. Сосын мына жерге обязательно вопрос. Сосын былай. Бірдейсі осылай болады. Сурет қосу керек болса, мына жерге сурет қосуға болады. Добавить изображение деп болады. Добавить видео деген бар. Былай тағы да добавить вопрос деген бар. Добавить вопрос дегенде екінші сурет. Сосын мына жерге еще вопростың түрін де таңдайсыздар. Таңдаймыз, қандай вопрос керек екендігін. Ставить изображение, түрлі суреттер қойылады, фотографиядан қойылады, Google Дисктан қоюға болады, Google картинка, указать URL, мысалға өздеріңіз белгілейсіздер. Сосын мына жерде шығады. Мына жерге тоже жеке жүйесі атын жазып қоюға болады, өздеріңізге. Жеке жүйесі деген секілді. Мына жерге уже там мына жерге тағы да былай да болады, там обязательно ответте оқушының аты жөнін, мысалға мен сұрақ келсе, оларға аты жөніңізді жаз деп те жазуға болады. Бірінші сұрақта негізінен аты жөніңізді жаз десеңіз де болады. Сосын болды. Одан опубликовать дейсіздер. Міне доступ после ссылки дейміз, сосын настройки деп болады. Настройкасын қарайсыздар, міне опубликовать. Болды, сосын міне копируй ссылку для заполнения формы. Осы ссылканы копировать етесіздер, да? Сосын осы ссылканы балаларға бересіздер. Сосын осы ссылка арқылы балалар кіреді. Осы ссылканы QR-кодқа да айналдыруға болады. Сосын балалар жұмыс жасап біткеннен кейін олардың жауаптары осы жерге келеді. Мысалға алатын болсақ, мына менің тесттарым құрылып тұрған. Мысалға өте ыңғайлы қолдануға. Осылай қарай бересіздер. Міне мысалы рецепторлар туралы, мысалы менде құрылып тұр, мысалға осыны алып қолдана бересіздер.